мен сіздерге арыстан мен түлкі ертегісін айтып берейін, орманда арыстан қартайып, қарны ашып, енді не жеймін деп өзі қатты ойланады екен. Сол кезде бар ғой балалар, арыстан үңгіріне жатып алып, мен ауырдым, қартайдым деп, бүкіл ормандағы аңдарға жариялапты. Арыстан қартайды, енді ешкімге тиіспейді екен деп. Бұны естіген аңдар, қой, арыстанның халін сұрайық, барып жағдайын білейік дейді. Содан аңдар бір-бірлеп келеді, бірақ арыстанға келген аңдардың ешқайсысы қайтпайды екен. Сол кезде бір күні қу түлкі келіп, арыстанның үңгіріне үңіліп, асеке, асеке, қалыңыз қалай деп сұрайды екен. Сол кезде арыстан, менің шамам жоқ жүруге, сен маған қарай келсейші, бері кел, сол кезде екеуміз хал сұрасамыз дейді. Сол кезде қу түлкі айтады, жоқ асеке, мен сізге кіре алмаймын, өйткені сізде аңдардың кірген ізі бар да, қайтқан ізі жоқ. Ал мен сіздің жағдайыңызды көрдім, енді мен қайтамын деп қайтып кетіпті.